Саламатсыздар ма? Мен Жамбыл ауданы Валерий Чкалов атындағы орта мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Мәмбетбаева Майра Әбдіхалыққызы. 8-ші сынып қазақ тілі. Сабақтың тақырыбы театр өнері, жалаң және жайылма сөйлемдер. Оқу мақсаты 8-4-4-4 жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен құрылымды ерекшелігіне сай қолдану. Оқулықта театр өнері берілген. Театр, зал, орындықтар. Мұның өзі театр сүйер халық үшін тым ыстық емес пе? Жанына рухани байлық іздеп келген әрбір жан сахна шымылдығы ашылғаннан ақ тына қалмай ма? Өйткені олардың да жүректеріндегі өнерге деген көңіл пернелері түріледі. Қойылым басталысымен әріптестердің жан күйі зерттеп, олармен қатар тыныстайды. Себебі олар сахна әртістерімен бірге өмір кешеді. Адамның ойлау мен сезу жүйесіне айтарлықтай әсер етеді. Театрдың мақсаты орындалған осы емес пе? Өнерде ерекше қадірлейтін жандар күн сайын Мұхтар Әуезов атындағы бұл өнер ордасын шапалақ пен қолпаштауға толтырады. Оқулықтың 196 және 197 беттерінде театр өнері туралы толық мағлұмат берілген. Әдеби тіл нормалар бойынша жалаң және жайылма сөйлем туралы жалпы түсініктеме беріп кетейін. Жалаң сөйлем тек тұрлаулы мүшеден, бастауыш пен баяндауыштан тұратын сөйлем. Мысалы, шымылдық ашылды. Не істеді? Шымылдық ашылды. Ашылған не? Шымылдық. Көрермендер қолпаштады. Не істеді? Қолпаштады. Қолпаштаған кімдер? Көрермендер. Жайылма сөйлем тұрлаулы мүшелермен қатар тұрлаусыз мүшелер, анықтауыш, толықтауыш, пысықтауыш қатысқан сөйлем. Мысалы, театр сахнасына әртістер шықты. Не істеді? Шықты. Шыққан кім? Әртістер. Қайда? Театр сахнасына. Мұхтар Әуезовтың Еңлік кебек драмасы қойылды. Не істеді? Қойылды. Қойылған не? Еңлік кебек драмасы. Кімнің? Мұхтар Әуезовтың. Театрдың 1928 жылы Алматыға көшірілді. Не істеді? Көшірілді. Не көшірілді? Театр. Қашан? 1928 жыл. Ал енді осы әдеби тіл нормасы бойынша берілген жалаң және жайылма сөйлемдерді пысықтау үшін біз тапсырма орындаймыз. Бірінші тапсырма: жайылма сөйлемді жалаң сөйлемге айналдырыңыз. Абай көшесі бойынан орын тепкен ұлы ғимараттың алды адамдарға лық толы. Екінші сөйлем: бұл Мұхтар Әуезов атындағы академиялық драма театрының ғимаратының алды. Әлемдік тәжірибе қолданылады. Қойылым соңына жетеді. Көрермендер Мұхтар Әуезов бейнесіне бас иіп тырысады. Осы берілген жайылма сөйлемді біз жалаң сөйлемге айналдырамыз. Келесі тапсырма: көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойыңыз. Қазақстан жағдайында маңызды аса зор. Олар мұнайын халықаралық рынокқа тасымалдайды. Көлік өндірісі дамудың құралы. Ақтау теңіз айлағында тасымалданатын танкілер қызмет етеді. Олар Қазақстан мұнайын рынокқа тасымалдайды. Мақтадан жасайды. Қазақстан мұнай мен газ қоры жағынан мемлекеттердің бірі.
егін мен мал шаруашылығы үшін республиканың кең байтақ даласы аса қолайлы. Келесі тапсырма. Бұл әдеби тіл нормасы бойынша берілген жалаң және жайылма сөйлемді толық меңгергенін тексеру үшін тест тапсырмалары беріледі. Жалаң сөйлем дегеніміз не? Жалаң сөйлемді көрсетіңіз. Жақсы сөйлемді көрсетіңіз. Жақты сөйлемді көрсетіңіз. Жалаң сөйлемге жетпей тұрған сөзді көп нүктенің орнына қойыңыз. Жайылма сөйлемді көрсетіңіз. Жалаң сөйлемді көрсетіңіз. Жайылма сөйлемді табыңыз. Жайылма сөйлемді көрсетіңіз. Жалаң сөйлемді белгілеңіз. Жалаң сөйлем дегеніміз не? Жалаң сөйлемді көрсетіңіз. Жақсы сөйлемді көрсетіңіз. Жақты сөйлемді көрсетіңіз. Жалаң сөйлемдерге жетпей тұрған сөзді көп нүктенің орнына қойыңыз. Жайылма сөйлемді көрсетіңіз. Жалаң сөйлемді көрсетіңіз. Жайылма сөйлемді табыңыз. Бүгінгі сабақ бойынша оқушылар қандай нәтижеге жетті? Оқушы өз бетімен жұмыс жасайды. Жаңа ақпаратты қолданады. Оқушылар қашықтықта жұмыс жасай білуді үйренеді. Терең ойлап, еркін сөйлей біледі. Бүгінгі сабағымызды Жүсіп Баласағұнның «Бір тамшы ой» өлеңімен аяқтағым келіп тұр. Қанша білсең, ізден тағы да, білікті адам жетер тілек бағына. Біле бер, қанша білсең де тағы біл, жетерсің мақсатыңа біле-біле. Рахмет сіздерге.